Көмір бар, көмір болады. Бұл төңіректегі бос әңгімелерді жүргізудің керегі де жоқ. Петропавлдықтарды қатты отынмен қамтамасыз ету жұмыстары жалғасуда. Бүгінде қалалықтар көмірді шаһардың 5 бірдей нүктесінде сатып ала алады. Павлов қаласында Екібастұз, Шұбаркөл, Жалын, Майкуба, Кузнец көмірлері кездеседі. Олар келесі мекенжай бойынша орналасқан: Чкалова 20, Жамбыла 237, Проезд Труда 118А, Панфилов көшесі 276 және Ленинград 116 үй. Ол көмірлердің бағасы 1 тонна 88.500-ден 14.000-ға дейін жетеді. Қыстың қамын жаз ойла. Тұрғын үй секторында тұратын азаматтар қазірден бастап көмірмен қамдану керектігін түсінеді. 5 тонн беру газу не хватает. Мен 5 тонна көмір алып жатырмын. Қатты отын жеткілікті. Бұл күзде алдым. Биыл жаз бітпей, ақша болған соң осында келдім. Петропавлды қатты отынмен қамтамасыз ету бір мезетке де тоқталған емес. Қалалық әкімдік мамандарының сөзінше, шаһар тұрғындарына 5 кәсіпорын қызмет ұсынады. Тиімді әрі қажетті мөлшерде азаматтар қазірден бастап сатып ала алады.